Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз CorelDRAW бағдарламасымен танысамыз. Ең алғашқы бізде мысалы Corel'ды ашайық. Менде 2019 жылғы нұсқасы. Бірден ашқан кезде байқап отырмыз, бізде экран приветствие шығады. Яғни алғашқы бет бізде танысу беті. Енді қалай айтып қалдылар болатын. Бізде шығып тұрады міне бірінші создать документ, яғни плюс бастансын осыған дейінгі жұмыс деген файлдар. Меніңкіде мынау тұр, оған көңіл аудармай қойыңыздар. Міне оны бізге міне танысу беті бізге мүлдем керек емес. Оны біз өшіріп тастаймыз, X-ті басамыз. Және бұл қайта-қайта шықпас үшін мына барлығы көріп тұр ғой. Міне осыны жауып тастауға болады. Мына жерден қайтадан ашып алуға болады, керек болатын болса. Ол бізге керек емес. Яғни міне бізде осындай сұр болып тұрады. Сол кезде біз создавать етеміз. Яғни жаңадан құрамыз. Міне мына жерде ең бірінші нұсқасы создать деп тұрады. Болмаса комбинациясы Ctrl мен клавиатурада және N әрпі. Осынан басқан кезде бізде создавать етіледі. Яғни құрылады. Міне жаңадан. Болмаса екінші нұсқасы файлға кірістірді, қайтадан создать дегенді бассаңыздар, Ctrl N міне дәл солай шығып тұрады. Міне бізде екі документ шығып тұр. Дәл солай өздеріңіз көріңіздер, кәнекей. Міне создать Ctrl N. Міне. Болмаса, міне өшірімді мен клавиатурамен Ctrl-ды басамын, басып тұрып, N деген әріпті басамын, ағылшынша. Міне бірден шығады. Жаттап алыңыздар. Осы жерде бізде ашқан кезде міне жоғарыда файл, правка барлық осы құралдардың атрибуттар шығады. Қазір әрбір құралға, мысалы, біз не істейміз соған байланысты. Мына жерде өлшем бірліктері бар. Бізде мына жерде A4 формат тұр ғой, міне. Кез келген форматты қоя аласыздар. Міне мына жерде A4-тің өзінің миллиметрдегі размерлері тұрады. Өлшем бірліктері міне дюйм, миллиметр, пиксель, сантиметр, метр, километр, бұларға әрине керек емес. Мен сіздерге ұсынар едім миллиметрмен есептесеңіздер. Өйткені егер типография болса ғана әрине. Егер де сіздер интернетке арналған, яғни вебке арналған файлдармен жұмыс істесеңіздер, онда әрине пиксельге қоясыздар. Пиксельге қоясыздар да, мысалы, қандай монитор бар, соған байланысты пиксельдерін жазасыз. Мысалы, Full HD жазайын, 1920-да 1080 деп жазамыз, міне. Көріңіздер ме, пиксель деп тұрады. Мен миллиметрмен жұмыс істеймін, яғни мен онан керек емес. Миллиметрға келтіремін да, размерін мына жерге жазамын. Миллиметрға келтірген соң, размерін мысалға мына жерде 300-де 200, яғни 30-да 20 сантиметр. Өздеріңіз қалауларыңыз біледі, бірақ мен сіздерге миллиметрмен қойсын деп ұсынар едім. Міне, сантиметріміз міне. Яғни, осы форматтың ішінде жұмыс істей аласыздар. Ол мына жаққа шығып кетеді, жұмыс істей көруге болады. Ода тұрған ештеңе жоқ. Мына жерде біздің құралдарымыз, яғни эффекттеріміз және бірінен бірі арқылы жасап шығаруға арналған. Инструмент выбора деген бізде осы міне. Біріншісі тұрады, инструмент указатель. Кез келген объекттерді бүйтіп сохранить жасап алайық. Және осыны сақтауымыз керек. Сақтау үшін файл сохранить как, болмаса сохранить деп басасыздар міне. Сол кезде бізде осындай бір окошко шығады. Мына жерде әртүрлі версияларын, төменгі версияларына сохранить ет десеңіздер, сақтап берсін десеңіздер, осы жерден басасыздар. Міне, көріп алыңыздар. Мына жерде атын жазасыздар. Мына жерде CorelDRAW тұрады. По умолчанию дейді. Міне, мына жерде соңғы нұсқаларын жазасыздар. Мына жерде орын тауып аласыздар. Кәдімгі Word сияқты қалаған орныңызға сақтайсыздар. Сохранить етесіздер. Міне. Енді 1 минут тоқталып өтейік. Вектор мен растр деген бізде екі файл бар. Яғни екі версия бар, нұсқа бар. Растр деп айтайын дегенім, ол біздің кәдімгі пиксельден құралған фотосурет, қысқаша, жалпақ тілмен айтқанда. Ал вектор дегеніміз, міне, осы біздің арнайы векторлық редакторлық бағдарламаға арналған, осы біздің Corel деген программамыз, бағдарламамыз, міне, осы векторға арналған. Бұл жерде қатып қалған заң жоқ, бұл жерде вектормен жұмыс істейді деген. Бұл жерде растрмен жұмыс істейді, бірақ осы жерде нұсқасы, міне, көріңіздер, вектор. Яғни вектор дегеніміз
айырмашылығын айтып өтейін қазір мен тоқталып арнайы. Міне өздеріңіз байқап отқандай, мен деген мына бір оюды алдым. Міне мына бізде сол жағындағы растр. Ал мына оң жағындағы вектор. Айырмашылығын жақындатып көрсетейін, қараңыздар. Міне көрдіңіздер ғой, мына жерде бұлыңғыр болып тұр, яғни бит төртбұрышты пиксель болып тұр. Пиксельден құралған суретті растр деп айтыламыз. Егер сызықтардан құралған болса, міне біздерде бұлай тексеріп көрсетейін. Міне кез келген түске боя алам. Мынаны боя алмаймын мен. Корылда. Оң жағындағы растр. Міне өздеріңіз байқап отқандай, әрбір сызығы олай пиксельге бөлінбеген, яғни ол вектор. Ең жеңіл болады, және мына растрға қарағанда бояуға да ыңғайлы болады. Осы біздің растр мен вектордың айырмашылығы осыда. Міне. Және біздің корылда сақтап үйрендіңіздер. Жоғары жақтарда барлық инструменттерді мысалы осыны жасап болғаннан кейін сақтауды естеріңізді ұмытпаңыздар. Мына жерде сақтау файл сохранить как, я болмаса мына жерде дискетаның суреті бар. Осыны бассаңыздар, Ctrl+S міне. Үстінен сохранить етеді. Міне. Сохранить как-то басайын. Тағы да осындай окошко шықсын. Атын өзгертесіздер. Мысалы, ою деп қойайын. 16 версияда сохранить етіп бер десе біреу, осылай басасыздар да сохранить басасыздар, болды. Мына жерде бұрынғы нелерді галочканы қоя саласыздар. Окей, қоясыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақ жіберіп алыңыздар, тіркеліп отырыңыздар, лайк басыңыздар. Рахмет.